Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Мейрамгүл. Бүгін сіздермен осындай терн деген сливадан вареньенің рецептісімен бөліскім келіп тұр. Біздің аулада осындай сливалар өседі жылда, бірақ биыл өте көп шығып жатыр. Сондықтан бұл сливадан варенье де, компот та жапқым келіп тұр. Ең алдымен сливамызды жақсылап жуып аламыз. Содан соң осылай сүйектерінен ажыратып, барлығын осылай тазалап аламыз. Негізі бұл сливаның түрі өте қышқыл болып келеді, сондықтан шекерін көптеу салған дұрыс. Мен бір келіге 1 келі 200 шекер қосамын. Шекерін аз салсаңыздар, ол деген бұршып, ертең қысқа дейін дұрыс сақталмай қалады. Сондықтан 1 келіге 1 келі 200 шекер қосуға кеңес беремін. Енді осы шекеріміздің үстіне шекеріміз тез еру мақсатында мен осылай 2 стакан су құямын. Ешқандай да сұйық болып кетпейді, қорықпаңыздар. Құйып болған соң слива мен шекерімізді жақсылап араластырамыз. Міне осындай масса болып шығады. Енді осыны бір түнге де қалдырсаңыздар болады, уақыттарыңыз болса, немесе мен сияқты асығып тұрсаңыздар, жауып 1-2 сағатқа қалдырып қайната берсеңіздер де болады. Енді вареньемізді орташа отқа қойып қайнатамыз. Вареньеден алыс кетпеулеріңізді сұраймын. Қойып, басқа шаруамен айналысып, кетіп қалуға кеңес етпеймін, өйткені вареньенің асты тез күйіп кетеді, сондықтан қасында тұрып, барлық процесті бақылап, қайта-қайта араластырып тұруыңыз қажет. Енді видеода көріп тұрғандарыңыздай вареньеміз қайнап бастады. Қайнап бастаған соң осылай бетіне көбігі бөлінеді. Бұл көбік бізге керек емес, сондықтан осылайша қасықтың көмегімен алып тастауға кеңес беремін. Вареньеміз толық пісті. Қайнағаннан кейін тағы да баяу отта 15-20 минут қайнатуларыңызды сұраймын. 1 рет қайнатқан негізі жетеді, бірақ мен өте густой деп айтамыз ғой, сондай вареньені ұнатам десеңіздер, 2-ші мәрте қайнатуға болады, бірақ осы 1 рет қайнатқанда негізі жетеді деп ойлаймын. Себебі 1 рет қайнатқаннан кейін түсі өте әдемі сақталады. Ертең қысқа дейін ол әлі қоюланады. Сондықтан тек қана 1 рет жақсылап қайнатуларыңызды сұраймын. Енді осылайша стерильденген банкілерге құйып аламыз. Мен міндетті түрде банкілерімді стерилизовать етемін. Әдеттегідей духовкада істеймін ол процесті. Қыстық вареньелеріміз дайын. Ас болсын. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Мейрамгүл.